Қайырлы күн, құрметті ұжымдастар. Жаңа жылды аса күткен қадірменді достар. Осы сәтке дейін, яғни сіздермен бірге кездесер күнге дейін аман есен жеткенімізге шексіз ризамыз. Мінекей, келіп жеткен таңғажайыптарға толы жаңа жыл мерекесімен біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. В этот вечер с вами будет талантливейший певец, активист, специалист отдела Facilities Engineering, невероятный Turgut Yusuf. Және бүгінгі кештің сәнін келтіретін SCM бөлімінің бетке қызметкері, XYZ қауымдастығының төрайымы, жігерлі, білімді әрі харизмаға толы Виктория Иванченко. Рахмет, Turgut. Жаңа жылда біз әдетте үлкен дастархан басында жиналған, көңілді, жүздері шаттыққа толы адамдардың ортасында қарсы алуды әдетке айналдырғанбыз. Алайда дүние жүзіндегі қазіргі жағдайды ескеретін болсақ, 2020 жыл өте ерекше жыл екеніне күмәніміз жоқ. Мінекей, сол себепті сіздер үшін биыл біз жаңа жылдық құттықтауымызды онлайн форматында өткізуді жөн көрдік. Ты прав, Turgut. Этот новогодний концерт, он является уникальным за всю историю ТШО. Теңізшевройл компаниясы осымен 27-ші рет жаңа жыл мейрамын тойлауда. Және әр жыл сайын компаниямыз қаламыздың тұрғындары мен қонақтарына сан түрлі сыйлықтар беріп жүр. Вика, айтпақшы біздің көрермендеріміз осы жолы сыйлықтарды оп-оңай талап екен. Сен соны білесің бе? Ух ты, правда? А что для этого надо сделать, Turgut? Бүгінгі эфирімізде көрермендеріміз шығыс күнтізбесі бойынша келесі жылдың символын көре алады. Және соны бірінші болып көрген адам біздің атымыздан арнайы сыйлыққа ие болады. Егер де осы символды байқаған болсаңыз, бірден оң жақтағы терезеге жануардың атын жазыңыз. Ал біз болсақ, ертең ақ жеңімпаздың атын жариялап, сыйлығымызды жеткіземіз. Шынымен де, ерекше 2020 жылды біз қуана отырып шарт саламыз. Дегенмен, биыл болған қиын жағдайларға қарамастан, 2020 жыл бәріміздің басымызды қосып, ТШО-ның бірегей командасының рухын нығайтты. Полностью согласна с тобой, Turgut. Наши коллеги, работая в таких непростых условиях, смогли проявить свою стойкость характера, продемонстрировать гибкость и мобильность в принятии решений, ну и, конечно же, в очередной раз всем доказать, что единой команде ТШО не страшны никакие трудности. Вика, биылғы жылдың ерекшелігі дегеніміз, бұл 2020 жылға Теңізшевройлдың жетістіктері тек инженерлердің, заңгерлердің, қаржыгерлердің, бұрғылаушылардың ғана жетістіктері емес, сондай-ақ компаниямыздың медицина қызметкерлерінің адал еңбегінің нәтижесі. Себебі күн демей, түн демей алдыңғы қатарда тұрып, біздің әріптестеріміздің және бизнес серіктес өкілдерінің денсаулығы мен қауіпсіздігіне көп көңіл бөле білді. Вика, еріктілер туралы айтатын болсақ, біздің әріптесіміз әрі қоғамдық өмірдің белсенді мүшесі Райымбек Рахметов концерт алдында бас кеңсе қызметкерлері арасында сауалнама жүргізіп, оларға жаңа жыл жайында көптеген сұрақтар қойған болады. Ендеше қандай жауаптар болған, бәріміз бірге тамашалайық. Ал енді жеңімпаздарымызды құттықтау үшін халықаралық джаз байқауының лауреаты, Алматыда орналасқан Eurasian Business Unit'тың қаржы департаментінің өкілі Әбенов Диасты сахна төріне шақырамыз. Шыны керек, бас кеңседе болған сауалнама мен үшін өте қызықты болды. Ал енді кезекте теңіз кен орнына ауысып, о жақта әріптестеріміз жаңа жылға қатысты сұрақтарға қалай жауап берген, бірге тамашалайық. Мадина, микрофон өзіңде. Осымен біздің жаңа жылдық концертіміз де өз мәресіне келіп жетті. Так, стоп, Turgut. В смысле подходит к концу? А разве возможен новогодний концерт без поздравления от генерального директора? Дұрыс айтасың, Вика. Қалайша мен оны ұмыттым. Кешірерсіз, Эмир ханым. Микрофонды сізге табыстаймын. Аса қадірменді әріптестер, осымен біздің жаңа жылдық концертімізде өз мәресіне келіп жетті. Сіздер үшін жаңа жылдық атмосфераны камера арқылы жеткізіп, көңіл күйлеріңізді көтердік деген сенімдеміз. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами в этот вечер. Сегодня прозвучало уже довольно-таки много поздравлений и пожеланий. От себя лишь хочется добавить следующее. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми, берегите себя и своих близких. Мы желаем вам счастливого и безопасного Нового года.